Армысыздар қазақ елі. Мынау Қырғызбен шекаралас Қордайда енді видеоларды көріп жатқан шығарсыздар, дұңғандардың құтырып жатқан. Осыдан 3 күн бұрын, бүгін нешесі мысаға? Бүгін 7-сі, осыдан 7 февраль бүгін, ақпан. Осыдан 3 күн бұрын жаңа қазақтың 80-дегі ақсақалды екі баласымен, оларды үлкен кісілер кәдімгі сабаған дұңғандар. Жолдан тоқтатып алып. Енді 80-дегі адам тиіспейді шығар оларға. Сабап, басынан балғамен ұрған. Аяғын, жамбасын сындырған ана үлкен кісінің. 80-дегі адамның, қарияның. Және екі баласын арматурамен сабаған. Енді мінекей бүгін жаңа полицейлер барған. Полицейлердің өзін мал қылып жүр аналар. Кәдімгі пистолетіңді шығарған атымен дейді. Бұл сонша бұлар құтырып кеткен не деген бұл? Не нәрсе мынау? Мысалы мынау 60-шы жылдары. Бұл 10 мыңдай дұңған келген ба? Әйтеуір 10 мың болыпты бұлар. Қазір 150 мың дейді. 150 мың. Енді осы 150 мың дұңған құтырғаннан кейін не болды мұны? Мына біздің биліктің істеп отырғаны, басқаның астына жығылып, өзі жатып, бүкіл халықты, бүкіл қазақты жығып берді бүкіл мынау. Кеше мынау Зайсанда біз бардық. 4 жігітті қамап тастадыңдар. Погондарымызды жырттыңдар ғой деді сонда. Мені қамап тастады. Жаңағы 4 жігіт, Бағдат бар мысаға. Жаңағы Қайрат деген жігіт. 5 жан 4-імізді қамады. Сонда ана полицейлердің айтқаны, екінші сөйлесіп отқан, погондарды неге жырттыңдар? Жаңағы бас киімді лақтыруға болмайды ғой. Соншама намыстандыңдар соған, полицейлер. Енді мына жерде мал қылып жүр ғой сендерді. Сендер мал болып қалдыңдар мына жерде. Дұңғандардан таяқ жеп, сонда қашып жүр ана полицей. Не деген сұмдық мынау? Олар әлі басылып жатқан жоқ. Мен шет жағасын видеоларын көріп жатырмын. Мен әттең мына видео жасап отырып, мен тілім байланып отыр қазір. Әзер отырмын өзімді шынында келгенде. Мына біздің биліктің жасағаны, мына айуан біздің биліктің жасағаны. Бүкіл қазақты жығып берді, құл қылып біле. Басқа ұлттардың астына жығып берді. 80-дегі адамды сабау деген, ол вызов қой, давай келсең кел деген нәрсе ғой ол. Ол әлі күнге дейін басылмайды. Полицейлердің жағасына жарып, киімін жыртып, пистолетіңді шығар деп, анау бүрсең етеді өздері, ірі жігіттер ана полицейлер біле. Аналардан қашып жүр біле. Не болды, жігіттер, не болдық? Бұның арты не болады? Біздің билікті кетіру керек. Мұна билікті кетірмесек, бұдан сұмдығы болады. Мынаған жауап берсін, біздің билік жауап берсін мынаған. Бір кішкентай ғана бір құтырдып, бір жердің құрттарын құтыртқан сендер жауап беріңдер.